день, дорогие жители Атырау! Қазақстанның батыс өңірінде әз наурыз көрісу мерекесімен басталады. Көрісу күнін батыс қазақстандықтар ерекше атап өтеді. Что означает данный праздник? Об этом мы сегодня спросили у атырауцев. Знаете ли вы, что такое курсу? Курсу, да, конечно, я тут живу. Честно, нет, не в курсе. Курсу? Курсу. Курсу, нет, Вы знаете? Курсу 14-ші наурыз күні басталады. 14-ші наурыз басталады. Осы Атырау қаласынан көрдік оны. Біз Шымкенттен келдік серпінмен. Жалпы ондай айтарлықтай хабарымыз жоқ. Негізінде бірақ былтырлары біз сол бірінші ашекті алған кезде құттықтап келді солай бізді. Сол кезде біз таңғалған болатынбыз ол кезде. Бір жасымен деп айтатынын білеміз. Курсу кезінде. Игра такая казахская. А, курсу, это все понял. Да, вот в этот день надо всех прощать, правильно. Именно в этот день. Прощаются все, идет кого обидел. Курсу деген жалпы ағайындармен көптен араласпағанда кезінде келіп сол курсу күні көрісіп, ренжіскен адамдар татуласып дегендей өте жақсы мереке ғой қазақта. Сіз кіммен бірінші көрісесіз? Үйдегілермен. Ну, конечно, это же праздник, это же как бы дань. И как у русских это положено, что есть день прощения, наверное, курсу, когда тоже делаешь, то же самое прощаешь всех. Обязательно, обязательно. Вот сейчас сказали, напомнили. Ну, обязательно сейчас поедем к теще. Извинения туда-сюда. Ну, если берса мясо будет, мясо дадим кусок туда-сюда. Ең алдымен таң атысымен ата-анамызға алғысымызды айтқаннан кейін біз әдетте негізі ауылда көршілерді аралап үлкендермен көрісеміз. Ең алдымен көрісу басталған күні ата-анамызбен, жақын туыстарымызбен, өзіміздің достарымыз, ағайын туыстарымызбен көрісіп бастаймыз. Да, у меня подруги казашки, конечно, я казахские праздники тоже отмечаю. Хорошо. Яғни сол мейрамның несі сондай ғой, мәні де сонда ғой. Өзінің реніштердің жаңа жылдың алдында өкпе реніштердің барлығы ескі жылда қалсын деп бір-біріне кешірім сұрап. Ол жаңа жыл деп жатамыз. Жаңа жылда жаңа жақсылықтармен, жаңа леппен қарсы алғандықтан кешірімшіл болғаны да жақсы жөн. Да, я думаю, что это день особенный, и тем более то, что этот день празднуют у нас на Западе, именно касательно Атырау. Не хотелось, чтобы этот день праздновали во всем Казахстане.